Сәлем әлем, алдында бірде мен тек жігіттер түсінетін проблемалар туралы видео жасап едім. Енді мен тек қана қыздар түсінетін проблемалар туралы видео жасадым. Саяхат YouTube арнасы, ал кеттік. Сіз есейген жігіт болып алып, мысалы кешкілі уақытта күн батқаннан кейін сыртқа еш уайымсыз шыға бересіз, солай емес пе? Ал қыздар болсашы түнгі уақытта сыртқа жалғыз шықпауға тырысады, өйткені қорқады. Мысалы түнде көшеде жүрсе өзінің жүрісін қадағалайды. Мен жылдам жүремін, бірақ онша жылдам жүрмеймін, әйтпесе қорқып бара жатқандай болып көрініп қалармын. Таксиде отырғанда өзінің жігітіне немесе ағасына звондап сөйлесіп отырады. Егер ондай жақындары болмаса, өтірік әңгіме соғып отырады. Такси жүргізушісі онымен күмәнді әңгімелер туралы сөйлеспеуі үшін. Және де қоғамдық жерлерде үлкен апайлардың қасына отыруға тырысады. Келесі қыздардың қиыншылығы ұзын тақа туфли кигендегі жүрісінде. Жігіттер, сіздер ойланып көрдіңіз бе? Қыздар ұзын тақа кисе, бұл олар үшін үлкен проблема. Онымен жүргенде баланс ұстап жүру керек. Ыңғайсыз, аяқты ауыртады. Бірақ әдемі болып көрінеді, өздерін сенімді және секси болып сезінеді. Әдемілік үшін не істемейді осылар? Өз шаштарын қиып өзгертуге олар бірнеше ай ойланып жүреді. Былай қисам бекен, немесе басқаша қияйын ба деп жүреді. Өйткені шаштары баяу өседі. Шашының прическасын өзгерту қыздар үшін үлкен батылдық. Сондықтан, егер прическаларын өзгерткеннен кейін ешкім шашына дым мән бермесе, олар ренжейді. Әжетханаға топтап тыпырлау. Иә, қыздар бір үлкен ұжымда болса, олар топтап әжетханаға барады. Және де сол барып келген уақытта олар барлығын талқылап алуға үлгереді. Керек болса біреуді жамандап тастап, немесе мадақтап, бір шешімге келіп, оны талқылап тастауға да үлгереді. Қызылордадан қонақтар келген күндер. Қиын күндерде қыздардың денесі ісіп ауыра бастайды, көңіл күйлері құлайды, айналадағы барлық заттар жынына тиіп тұрады. Әрине, бұндай құбылыс жігіттерге таныс емес. Сондай қиын күндерде айналадағы адамдар қыздан әдеттегідей қарым-қатынас талап етсе, қыз одан да қатты қинала бастайды. Әзірге болды достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, не істеу керек? Өте дұрыс, лайк басу керек. Егер сізде бір ой-пікірлеріңіз жиналып қалса, не істеу керек? Дұрыс, комментарияға сол ой-пікірлеріңізді жазуларыңыз керек. Ал егер сіздер тағы да осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, не істеу керек? Өте дұрыс, менің саяхат YouTube арнама жазылу керек. Болды, қош болыңдар.